Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақтар жаратушы иеміз Аллаға лайық. Барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламға болғай. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, алысты жақын басып келген Алланың үйі мешітке қадамдарыңыз Алла оған сауаптан жазсын. Алла тағала баршамыздан жар болғай. Бүгінгі қасиетті Саидул Айям жұма күнінің тақырыбы өмірдің құндылығы және қадір қасиеті. Осы жайында біз тақырыпты өрбейтін боламыз. Құрметті жамағат, өмір дегеніміз ол Алланың адам баласына берген басты құндылықтардың бірегейі. Адам баласы Алла тағаланың сыйлаған осынау нығметіне бағасын біле отырып, әр сәтін бағалай отырып, өзіне ізгілік амалдар жасауға берілетін Алланың үлкен мүмкіндігі екенін қабылдау керек. Құран кәрімде Алла тағала бізге былай дейді: Астағиду билlah, «Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала». Ол сондай Алла, қайсыларың жақсырақ амал жасайтындарыңды сынау үшін өлім мен өмірді жаратты деген. Ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, Мұхаммад алейхиссалам өзінің хадисінде былай деген: «Хайрун наси ман тала умруху ва хасуна амалуху». Яғни, адамдардың жақсысы өмір жасы ұзақ әрі амалдары ізгі болғандары деген. Міне, қадірлі жамағат, осы қарап тұрсақ, үлкен нығметтердің бірі болған Алла тағаланың адам баласына берген өмір атты үлкен нығметі, ол кімге Алла тағала қанша жас берсе, қандай ғұмыр берсе, нені маңдайына жазса, ол өз ретімен, өз уақытымен болатыны анық. Өмірді беруші Алла, әлбетте оны алушы да Алла тағала. Бірақ кейбір адамдар осы Алланың берген нығметіне, Алланың берген сондай сыйына немқұрайлы қарай отырып, өзінің өмірін келмеске кетіріп, суицид жасап, ажалға бас ұрады. Ал енді өз-өзіне қол жұмсау, суицид жасау, ол дінімізде, шариғатта Алла тағала тарапынан тыйым салынған арам амалдардың бірі болатынын біз білуіміз қажет. Құран кәрімде Алла тағала бізге Бақара сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим «Ва ла тулқу би айдикум иля тахлука». Қолдарыңмен өздеріңді қауіпке төндірмеңіздер деп Алла тағала бізге бұйырады. Яғни қауіп қатерге төндіру ол тыйым салынған істердің бірі. Ал өз-өзін өлімге апару ол енді одан да бетер, арты жаманға апаратын, Алланың ызасын келтіретін арам болған істердің бірі екенін біз түсінеміз. Құрметті бауырлар, осы орайда келесі бір аятта Алла тағала: «Әй муминдер, өз-өздеріңді өлтірмеңдер. Расында Алла сендерге ерекше мейірімді. Ал кім осы айтылғанды дұшпандық, зұлымдықпен істесе, оны жақында отқа саламыз» дейді. Оның азабы тозақ. Өз-өзін өлімге апару, суицид жасау, немесе басқа бір бауырының өмірін қию, өзінің немесе өзгенің өмірін қию, ол үлкен жаза, тозаққа апаратын амалдардың бірі екенін бізге Алла тағала Құранда ескертеді. Олай болатын болса, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сол зерттеулердің нәтижесінде айтылған қорытындысында әлем бойынша бір жылда шамамен 1 миллион адам өзіне қол жұмсайды екен. Математикалық есеппен 40 секунд 1 минуттың ішінде жердің түпкір-түпкірінде бір адам өмірмен қош айтысып жатыр екен. Бұл өте қауіпті нәрсе, бұл дұрыс емес нәрсе екен біз түсінеміз.
Ал енді осы суицидті, өз-өзіне қол жұмсауды зерттейтін бағыттар, олар мынандай бір қорытындыға келген. Суицидалды мінез құлықтың негізгі 5 түрі бар дейді. Ол протест түрінде, жанашырлыққа шақыру, қайғыдан қашу, өз-өзін жазалау және өмірден өз еркімен бас тарту деп 5-ке бөліп қарастырады екен. Суицидалды мінез құлық көбінесе мынандай жағдайда болады дейді олар. Депрессиялық жағдайлар, алкогольдік токсикомания, психопатиялық аффект кезінде кездесетін жағдайлар дейді. Ал жаңа біз осы мамандардың айтқан мінез құлықтар 5 түрлі: протест, жанашырлыққа шақыру, былайша айтқанда өз-өзін жазалау деген сияқты түрлерін алып қарайтын болсақ, бұның барлығына бізде, дінімізде, исламда жауап бар. Осы нәрсеге қалай бармау керектігін, оның қалай алдын алу керектігін, не нәрсе арқылы, қандай жолдар арқылы алдын алу керектігін біз діннен, Құраннан, сүннеттен табады екенбіз, құрметті бауырлар. Мәселен, біреу протест жасап, немесе жанашырлыққа шақырып, өзінің өмірін қиып, суицид жасауы мүмкін. Алайда дінде бізге бұған қатысты мынандай бір жеңілдік ететін, бізге көмек беретін, момын мұсылмандарға жәрдем беретін мынандай бір керемет аят бар Құран кәрімде. Ол жерде: олар мұсылмандар, бізге Алла жетіп асады, ол нендей жақсы ие, сондықтан олар Алланың нығметі және кеңшілігімен бір сәтсіздікке ұшырамай Алланың ризашылығына бөленеді делінген. Бұл аяттан біз түсінетініміз, момын мұсылманға Алла жеткілікті. Қандай басына төнген жағдай болмасын, қандай қиыншылыққа тап болмасын, ол әрдайым айтатын сөзі хасби Аллах болу керек. Құранның аят сөзі хасби Аллах. Яғни маған Алла тағала жетеді. Басқа еш нәрсенің қажеті жоқ. Бұл менің басыма төнген тығырықтан, қиындықтан, әртүрлі басқа жеткен нәрседен, жамандықтардан шығу жолын Алла өзі көрсетеді. Алла өзі нұсқайды, ол маған жеткілікті және ол қандай жақсы жәрдемші деп момын мұсылман сүйенетіні, баратыны, сырласатыны, кеңес сұрайтыны, ақыл сұрайтыны және соны күтетіні ол Алла тағала. Момын мұсылман Алламен сырласады, Алладан жәрдем күтеді, Алладан жәрдем сұрайды. Дінімізде суицид жаңа айтқандай тағы бір жәрдемдесетін өте әсерлі аяттардың бірі, оны біз жақсы білеміз, бірақ оны терең түсіне бермейміз кейде. Маида сүресінде Алла тағала: егер мумин болсандар, Аллаға тәуекел етіңдер дейді. Тәуекел. Қандай жағдай болмасын, қандай қиындықтар болмасын, момын мұсылман барлық ісін Аллаға тапсыру керек. Тәуекел ету дегеніміз, істі толығымен Аллаға тапсыру, ол қалай аяқталатынына, нәтижесі қалай болатынына қарамастан, ол істі Аллаға тапсыру. Әрине, момын мұсылман ешқандай іс-қимыл жасамастан, әрекет істеместен, жай ғана отырып мен тәуекел еттім дегені ол бос сөз, ол дұрыс емес. Ол қолынан келген барлығын жасауы тиіс. Не нәрсе қолынан келеді, нені жасай алады, оның барлығын мүмкіндіктерін жасасын, қарастырсын, істесін, кейін тәуекел етіп, Алладан нәтижесін күтсін. Ал енді ол кейін нәтижесі өзінің қалауындай, өзінің күткеніндей сияқты болмағанның өзінде де, оның жаңа айтқанымыздай, маған Алла жеткілікті. Демек, бұл маған хайырлы осылай болғандығы. Демек, Алла тағала соны маған дұрыс деп санады, дұрыс деп шешті. Мен оған кәміл иман келтіріп сенемін, итағат етемін, және жақсылықты, жеңілдікті Алладан күтемін деп, момын мұсылман ісін Аллаға солай тапсырады екен. Қадірлі жамағат, өмір дегеніміз Алланың адам баласына, момын мұсылманға берген үлкен аманаты. Ардақты пайғамбарымыздың сөзімен айтатын болсақ, момын мұсылман аманатқа қиянат жасамайды дейді. Момын мұсылман Алла тағала қандай аманат тапсырған болса оған, оны толық атқарып шығады. Өмір берді ма, аманат етіп,
өмірді аманатын дұрыстап атқарып шығу керек. Қанша жас берді, қанша ғұмыр берді, қандай маңдайына жазған тағдыр болды, соның бәрі өтеу керек. Қиыны болсын, жақсылығы болсын, қандай да болсын жағдайда оның барлығын атқарып, Алланың аманатына қиянат жасамауымыз керек екен. Алла тағала әлбетте бізді, момын мұсылмандарды, адам баласын, жалпы адам баласын қадірлетіп жаратқан. Құран кәрімде Алла тағала Астағфиру билла ва лақад каррамна бани адам. Біз адам баласын ардақты еттік дейді. Ардақты еттік дегеніміз бізге ой пікір берді, сана берді, ақ пен қараны ажырататын бізге парасат берді. Алла тағала бізді жануарлардан үстем етті, бізді өсімдіктерден үстем етті. Керек десеңіз де Құран аяттарында не дейді? Күн мен айды адамға бағындырдық дейді Алла тағала. Ва саххара лакумуш шамса вал қамара. Бізге Алла тағала бар нәрсе бағындырды, және бізге бүкіл мүмкіндіктерді біз демек Алла тағала бізді ардақты етіп жаратты. Ал қалай енді Алла тағала бізді ардақты етіп жаратқаннан кейін кішкентай бір басқа төнген бір қиындыққа шыдамастан, сабыр етпестен, жеңілдікті күтіп, Аллаға қайтып, Алладан жәрдем сұрамастан қалайша адам баласы суицидке барады? Ондай құқықты Алла тағала оған берген емес екені анық. Ал енді өз-өзіне қол жұмсау, оның жазасы өте ауыр. Құран кәрімде Такасур сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим Thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ол күні берілген нығметтерден міндетті түрде сұраққа тартыласыңдар дейді Алла тағала. Міндетті түрде әрбір істеген ісімізге сұраққа тартыламыз. Жақсылық істесек, оның еншісін көреміз. Жамандық істесек, оның да жазасын көреміз. Ал бірақ та біз Алланың берген аманатын арқалағаннан кейін оған немқұрайлы қарамай, соны дұрыс атқарғанымыз жөн екендігін пайғамбарымыздың мына бір хадистен де түсінеміз. Былай делінеді: кімде-кім өзін өзі қандай да бір темірмен өлтірсе, жаһаннамда қолына темір алып, мәңгі бақи өз-өзін түйреумен болады дейді екен. Ал кімде-кім у ішіп өлетін болса, жаһаннамда мәңгілік у ішімен қалады сол жерде. Ал кім өзін өзі таудан тастап өлтіретін болса, жаһаннамда да өзін мәңгі отқа төбеден лақтырып, жазасын мәңгі алады деп хадисте ескертіп, ардақты пайғамбарымыз бізге айтқан. Олай болатын болса, мына бір оқиғаны еске ала өтейік. Ол жерде ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, мынандай бір мысал келтіреді. Сендерге дейінгі өмір сүрген бір адам бір жарақат алады дейді. Сөйтіп ол алған жарақаты оның мазасын әбден алады. Ол жарақатқа, ол да Алланың сынағы ғой, жіберген жарақат. Жарақатқа шыдай алмастан пышақ алып қолын кеседі. Сол кескен жерінен қан ағып, қансырап, қаны тоқтамастан жан тапсырады дейді. Одан кейін Алла тағала ол кісі жөнінде былай дейді: менің құлым асығушылық танытып, менен бұрын жасады дейді. Яғни нені Алладан бұрын жасады? Өмірді беруші Алла, алушы да Алла тағала өмірді. Ал бірақ адам, әлгі Алланың құлы пенде, Алла тағаладан бұрын ол өмірді өзі алып тастады. Сөйтіп Алла тағала айтады, ол сөйтіп істегендігі үшін жәннатты оған харам еттім дейді. Бұл хадис Бухари және Муслимде риуаят етілген. Ал тағы бір хадисте келтіріледі, Хайбар шайқасында сахабалардың бірі жарақат алады. Сөйтіп ол өзінің жарақатына шыдай алмастан, өзінің қылышына өзі құлап, яғни мерт болып, суицид жасайды дейді. Сол екінші сахаба оны көре салып, ардақты пайғамбарымызға барып, болған мән жайды айтып баян етеді. Пайғамбарымыз сол болған оқиғаға қатысты былай дейді: адамдардың арасында сырттай қарағанда жәннат иелеріне тән қайырлы істерді жасап жүргендей көрінетіндер бар. Алайда олардың нәтижесі соңы тозақтық болады дейді. Не үшін тозақтық?
жаңағы жағдайға қатысты. Өйткені ол өз-өзін өлімге тікті. Алдында ол Хайбар шайқасында сондай бір ер жүрек батылдықпен шайқасты. Бірақ жарақат алып, жарақатына шыдамастан өз-өзіне қол жұмсаған болатын. Құрметті бауырлар, тағдырдың тауқыметінде әртүрлі жағдайлар болатыны анық. Алла тағала кейде биікке көтереді бізді, кейде төменге түсіреді. Ал бірақ біз, момын мұсылман, әрдайым қандай жағдайда болмасақ та, біз әрдайым Аллаға құлшылық ететін, Аллаға тәубе ететін, шүкіршілік ететін, сабырлық жасайтын момын мұсылмандардан болу керек екенімізді біз жадымызда ұстау керек. Мына бір хадисте пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, мүмин адамның жағдайына таң қаласын. Шындығында оның кез келген ісінде де хайырлық бар. Қашан оның басына бір жақсылық келсе Алла тағала тарапынан, ол бір сол сәтте Аллаға шүкіршілік етеді, және оның шүкіршілік еткені оған жақсы. Қандай жақсы дейді. Қашан егер оған бір қайғы келсе, ол оған сабырлық танытады, көркем сабырлық етеді. Оның бұл ісі де өзі үшін хайырлы болып оралатыны туралы хадисте имам Муслим риуаятында келтірген. Олай болатын болса, құрметті жамағат, әрбір пенде, әрбір адам баласы, әрбір момын мұсылман өмірінде бір сәт болсын, бір рет болсын, аз дегенде, әлбетте басына бір қайғы мұң келеді, қиыншылық керек, таршылық келеді, әртүрлі сынақ келеді. Сол сәтте біз Алла тағаланың Құран кәрімде Рағд сүресіндегі мына сөзіне, мына аятына қайтуымыз керек, құрметті бауырлар. Сондай иман келтіргендер Алланы еске алу арқылы көңілдері жай тапқандар. Естеріңде болсын, Алланы еске алумен жүректер тыныштық табады дейді. Яғни қандай сіздің басыңызға бір проблема, қиындық, ауыртпашылық келетін болса, біз жүрегімізбен, жанымызбен, тәнімізбен Алланы еске алуымыз керек. Аллаға қайтуымыз керек. Қашан егер біз солай шынайылықпен, ықыласпен Аллаға қайтатын болсақ, Алланы еске алатын болсақ, жүрегіміз жай табады. Алла тағала ойламаған жерден тығырықтан шығатын жол көрсетеді. Қиыншылықтың артынан жеңілдік береді. Инширах сүресінде Алла тағала өзі уәде берген, әрбір қиыншылықтың артында жеңілдік бар дейді. Ал енді қарап тұрсақ, Алланың берген өмірінің бір сәті, бір минуты, бір адамның өмірін қиғанынан әлде қайда хайырлы. Өйткені екеуін салыстырмалы түрде қарастыратын болсақ, бір минут берілген өмір біраз нәрсені өзгертіп жіберуге болады. Момын мұсылман тәубе етеді, истихфар айтады, Алланы еске алады, жақсылық жасап қалады, қолынан келетін қандай бір жақсылық істей алады, соны істеп қалады. Алланың мархаметін, Алланың ризашылығын күтіп, соны көздеп, соған лайықты түрде амал әрекет істеуге тырысады. Ал суицид деген ол не? Ол өмірін қиды, кетті, артынан қалған адамдар, тірі қалғандар, мейлі оны бір күн еске алады, мүмкін бір апта, мүмкін бір ай еске алады, одан кейін оны ұмытып кетеді. Ал ақиретте Алланың құзырында оның жағдайы қалай болмақ? Соны суицид жасаушы, жасайын деп жатқан адам, немесе жасап қойған адам, соны ойлады ма екен? Құрметті бауырлар, Сабит ибн Даххактан, Алла одан разы болсын, риуаят етілген хадисте ардақты пайғамбарымыз, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқандығын келтіреді. Кім өзіне қандай да бір жолмен, қандай да бір тәсілмен қол жұмсаса, қияметте Алла тағала оны дәл сондай жазамен мәңгі азаптайды деп келеді. Бұл хадистің өзі Бухари және Муслимде келтірілген. Яғни қандай да бір адам жай ғана өз-өзін қол жұмсап, суицидке барып, өз-өзін мерт ететін болса, тура солай мәңгі азапталады екен. Жаңа біз тақырыптың басында суицидалдық мінез құлықтың бесеуін айтқан едік. Оның жаңағы екеуіне жауап бердік, қалай екен шығатын жолы.
Ал енді жаңа айтқандай алкогольдік және токсикомания ол дінімізде тыйым салынған. Құранмен, сүннетпен, шариғатпен бізде нақты тыйым салынған. Демек, момын мұсылман оған жақындамау тиіс, оны қолданбау тиіс, оны таратпау тиіс. Демек, оны істемесе, момын мұсылман суицидтен де аман болады деген сөз. Келесі депрессия деген кезінде, депрессия ол Алланы еске алумен депрессиядан шығады момын мұсылман. Алланы еске алса, Аллаға қайтса, Алла разы болатын істер істесе, намазын оқыса, Құранын оқыса, ол сол депрессиядан әп-сәтте тезірек шығады. Алла оған жәрдем береді. Және аффект кезі дейді, психопатиялық сәттер дейді. Бұл кездерден алдын алу, немесе оны болдырмаудың жолы, ол әрине сабырлық ету. Жаңа хадистерде айтылады ғой, сабырлық дегеніміз ол бүкіл нәрсені жасап болып, жарайды мен сабырлық етейін деген сөз емес. Сабырлық деген бірінші соққы тиді ма, бірден болды мен сабырлық еттім деп, өзін тыныштандыру, өзін Аллаға қайтару. Міне сабырлықтың түрі сол. Егер кім соны жадында ұстап, соны орындайтын болса, ол жаңағы айтылған суицидалды мінез құлықтың 5 осындай түрінен аман қалатыны сөзсіз. Олай болатын болса, құрметті жамағат, Алла тағала Құран кәрімде бізге өз-өздерінде өлтірмеңдер, расында Алла тағала сендерге ерекше мейірімді деп айтқан. Ерекше мейірімді деген сөздің астарында бізге өмірімізде бізге жеткілікті болатын, біз қанағат ете алатын, біз мойнымызбен оны көтере алатын әртүрлі сынақтар жібереді. Әлбетте ол сынақтар тек қиыншылықтармен болу шарт емес. Ол сынақтар жақсылықпен де, молшылықпен де, берекетпен де келеді. Кім байлықты көтере алады? Кім Алла тағаланың берген нығметтерін көтере алады? Немесе Алла тағала кімге кедейшілік, таршылық берсе, кім соны көтере алады? Міне осы нәрселермен Алла тағала сынай отырып, бірақ соған сәйкесінше Алла тағала бізге шексіз ерекше мейірімді екендігін Құран кәрімде айтқан. Мейірімділік танытты. Ал бізде Алла тағаланың бізге берген мейірімділігіне, бізге жасаған жақсылықтарына, Алла тағаланың сыйлаған сыйы өміріне, мәнісіне сондай бір жеңілдікпен қарамастан, керісінше Аллаға шүкіршілік етіп, Алладан жақсылықты күтіп, Алла берген сынақтан өтуімізге, Алладан жәрдем тілеп өтуіміз керектігін біз ұғынғанымыз жөн. Олай болатын болса, құрметті жамағат, бүгінгі тақырыбымыз өмірдің мәні, өмірдің құндылығын түсіне білейік, қадірлей білейік. Мына отырған біздің жамағатымыз әрине әрқайсымыздың жанұямыз бар, туыс жақындарымыз бар. Негізі суицидке жақындау жүрген адамдар оларды біліп қоюға болады. Қандай депрессиялық жағдай жүрген адамды бірден тануға болады. Сол себепті, егер сондайды көріп қалсақ, сондайды сезіп қалсақ, соны біліп жүрсек, соның алдын алуға тырысайық, біреудің өмірін сақтап қалуға әрекет етейік. Өйткені бір адамға өмір сүруіне себептер болуы бүкіл адамзаттың өмір сүруіне себеп болғандай сияқты екендігін Құран кәрімде Алла тағала өзі айтқан. Яғни бір адамды кім тірілтсе, бүкіл адамзатты тірілткенмен бірдей. Ал кім керісінше бір адамның өліміне себеп болса, ол бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең болады екен. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.